Ертеде бір ерлі-зайыптылар болыпты. Олардың Маша деген қызы мен Иван деген баласы болыпты. Бірде ата-анасы қалаға бармақ болып, олар Машаға Иванушканы қарауға аманат етеді. Ал Маша болса, құрбыларымен ойнап жүріп, інісіне қарауды ұмытып кетеді. Сол кезде қатыгез қазақ қулары інісін қанаттарымен іліп, белгісіз жаққа ұшырып ап кетеді. Ал Маша жан ұшыра аққу қыздарды арттарынан қуып, көзден кеткенше жүгіреді. Маша егістік арқылы жүгіріп келе жатып, кенет көзі бір пешке түседі. Маша пештен сұрайды: қазақ қулар қай жаққа ұшып кетті, айтшы деп сұрайды. Сен менің тәтті бәлішімді жесең айтамын, дейді пеш. Маша дәмді бәліштен дәм татады. Пеш Машаға қазақ қуларының қайда ұшып кеткенін айтады. Маша ұзақ жүрді. Бұтағы алмаларын көтере алмай тұрған алма ағашын көреді. Алма ағашынан қазақ қулардың қайда ұшқанын айтшы деп сұрайды. Сен менің алмамды жесең, сонда ғана айтамын, дейді. Маша пісіп тұрған тәтті алмадан жейді. Алма ағашы оған қазақ қулардың қайда ұшып кеткенін көрсетеді. Маша өзенге жүгіріп келеді. Өзеннен сұрайды: өзен, сен менің суымды ішсең, сонда ғана айтамын, дейді. Маша өзеннің суын ішеді. Өзен оған аққулардың қайда ұшып кеткенін айтады. Маша енді Ну орманға келеді. Ну орманда тұрған тауық аяқты үйді байқайды. Менің інім Иванушка осы жерде ме? Кәне көрейінші деп ойлайды. Маша үйшікке кірсе, үйшіктің ішінде Иванушка гүлдермен ойнап отыр екен. Оның жанындағы төсекте жалмауыз кемпір ұйықтап жатыр екен. Маша інісін жетектеп қаша жөнеледі. Оларды қазақ қулар байқап қалады. Қаздар дәреу жалмауыз кемпірді оятады. Жалмауыз кемпір шошып ояна сыбыртқысын алып Машаны қуа жөнеледі. Маша мен Иванушка өзенге дейін қашып келеді. Өзенге бізді қатыгез жалмауыздан жасыршы, дейді. Өзен менің жағалауыма астына кіріңдер, дейді. Маша мен Иванушка жағалаудың астына кіріп тығылады. Өзен олардың үстін көк шөппен жауып қояды. Қазақ қулар оларды байқамай, өзеннің үстімен ұшып кетеді. Маша мен Иванушка одан әрі қарай қаша береді. Маша артына қараса, тағы да қаздар жетіп қалыпты. Олар алма ағашына жетіп үлгереді. Алма ағашына: бізді қатыгез жалмауыз кемпірден жасыршы, дейді. Келіңдер, мен сендерді бұтағыммен жауып жасырамын, дейді. Олар алма ағашына шығып алады. Қазақ қулар оларды байқамай ұшып кетеді. Олар қайтадан қаша береді. Қайтадан қазақ қулар екеуін қуып жетпек болады. Екеуі пешке келіп жетеді. Пешке келіп: пеш, бізді қатыгез жалмауыздан жасыра көр, дейді. Пеш: оттығыма кіріңдер. Олар пештің оттығына кіріп тығылады. Оттықтың аузы пердемен жабылады. Жалмауыз кемпір қазақ қуларымен ұшып келеді, бірақ оларды таба алмайды. Олар айнала ұшып орманға ұшып кетеді. Маша інісін жетектеп үйіне оралады. Маша болған оқиғаны ата-анасына айтып береді. Әрине, ата-анасы оған ұрсады. Бірақ оқиғаның жақсы аяқталғанына қуанған ата-анасы Машаның бұл қылығын кешіреді. Қаладан әкелген базарлықтарын беріп, Иванушкаға тәттілер берсе, ал Машаға жаңа көйлек сыйлайды.